Семей полигонының құрбаны суретші Кәріпбек Күйіковті танымайтын қазақ баласы жоқ шығар сірә. Тағдырдың қатал жазуына мойынсынбай, шығармашылық пен қоғамдық жұмысты қатар алып жүрген Кәріпбек ағамыздың төзімділігі, өмірге деген құштарлығы мен күрескерлік мінезіне қарап, қол-аяғы бүтін адамның өзі көп ғибрат ала алады. Невада Сепей қозғалысынан басталған жұмыс бүгінде атом жобасы аясында жалғасып отыр. Кәріпбек Күйіков көптеген суреттердің авторы. Өзіне пейзаж жанры ұнаса да, ядролық сынақтардың зардабын көрсету үшін Семей полигоны туралы ондаған суреттерді салды. 2018 жылы Кәріпбек Күйіков Нобель сыйлығына ұсынылды. Ол сонымен қатар ядролық қарусыз болашақ үшін халықаралық сыйлығына ие болды. Қазақстан халқына сіңірген еңбегі үшін құрмет орденімен, сонымен қатар аманат қоғамдық сыйлығымен марапатталды.